Құрметті оқырмандар, қадірменді жерлестер, қадірлі әнсүйер қауым. 21 мамыр мәдениет және өнер қызметкерлерінің күніне орай өңірдегі мәдениет қайраткерлері мен оқырмандарды таныстыра отырып, оқырмандардың дәстүрлі ән өнерін және музыкаға деген байлығын арттыру мақсатында өнерім көңіл шуағым атты өңірімізден шыққан Кенен Әзірбаев атындағы Жамбыл облыстық филармониясының әншілерімен онлайн кездесуін назарларға ұсынамыз. Құрметті мәдениет қызметкерлері, сіздерді кәсіби мерекелеріңізбен құттықтаймыз. Бұл күн сала қызметкерлері ғана емес, олар өнердің барлық жанрымен сусындататын мәдени көпшілік шаралар ұйымдастырып отырған өңірдің барша тұрғындарына да ортақ мереке. Құрметті мәдениет және өнер қызметкерлері, қадірлі жерлестер, өркенді мәдениетіміз бен өнегелі өнерімізді әрі қарай өрістету жолында қастерлі де қасиетті іс-қимылдарға толы қызметтеріңізге шынайы алғысымызды білдіреміз. Ән көңілдің ажары десек, әнге өң беріп, жан бітіретін, тыңдаушы құлаққа өз деңгейінде жеткізетін, сұлу саздың құдіретін көзбен көріп, қолыңмен ұстағандай керемет көңіл сыйлайтында әнші демекші, өткелі отырған онлайн кездесуге келген құрметті қонақтарымызды шақыруға рұқсат етіңіздер. Қайырлы күн. Саламатсыздар ма? Саламатсыздар ма? Қадірменді. Қош келдіңіздер. Қош көрдік. Республикалық халықаралық конкурстың лауреаты Кенен Әзірбаев атындағы Жамбыл облыстық филармониясының дәстүрлі әншісі Әділет Әбдікерімов пен республикалық халықаралық конкурстың лауреаты Кенен Әзірбаев атындағы Жамбыл облыстық филармониясының әншісі Жанна Асанқұлова ортамызда. Қош келдіңіздер. Қош көрдік. Саламатсыздар ма? Қадірлі көрермендер, бүгінгі арнайы кітапхананың инста көрермендері, сіздермен қауышып отырғанымызда біз қуаныштымыз. Қайырлы күн. Саламатсыздар ма? Құрметті Жамбыл облыстық арнайы кітапхананың Инстаграм желісіндегі оқырмандары, сіздермен бүгін онлайн жүздесіп отырғанымызға өте қуаныштымыз. Бүгінгі кездесуіміз жақсы, жоғары деңгейде, жақсы көңіл-күйде өтеді деген сенімдеміз. Тараз дегенде тіл ұшына талант ұғымның орала кететіні сөзсіз. Жамбыл жерінің тіл жайсаңдары мен жүйріктерінің санаптау салаларсың бар. Олардың әрқайсысы бір аяулы да баянды ғұмыр. Қазақтың халықтық музыка өнері саласында шалқар сахара даладай мол көсіліп кең тараған бір жанр бар, ол ән жанры. Ән ойнайды қазағымның қамында, күй ойнайды қазағымның жанында, үзіледі әуендер, күмбірлеген әсем дауыс сазында дей отыра, сөз кезегін Жамбыл облысы, Жамбыл ауданы Құмшағыл ауылында дүниеге келген Әбдікерім Әділетке сөз кезегін береміз. Сөз кезегі өзіңізден. Енді сөз кезегі өзіңізде болды. Мен өзім жайлы айтайын. Мен Әділет Әбдікерімов 1984 жылы 23 мамырда Жамбыл облысы Жамбыл ауданына қарасты Құмшағыл елді мекенінде дүниеге келдім. Сол жерде мектепке барып, сол жерде тәмамдап, сол жерден өмір жолымыз басталды. Мен енді арнайы ән дегенде өнер саласында емес, басқа салада мамандық бойынша бітірдім. 2006 жылдан бастап Жамбыл аудандық мәдениет үйінің әншісі болып қызметте тұрдым. 2009-2010 жылдары Жамбыл облыстық осына Алатау ән-би ансамбліне әнші болып тұр, термеші. 2012 жылдан бастап Жамбыл облыстық филармониясына әнші болып тұрдым. Құрметті қонақтарымызға көкейдегі сұрақтарыңызды қоюларыңызға болады. Сұрақтарыңыз болса. Мен екінші
әншімізді таныстырып өтейін. Ұйықтап жатқан жүректі ән оятар, әннің терең мазмұнды мән оятар деп Абай атамыз айтқандай, қазақ деген ұлы дала ғұлама, өнерлі де өрелі халықтың ұрпақтары екенімізді мақтаныш тұта отырып, сөз кезегін республикалық халықаралық конкурстардың лауреаты Кенен Азарбаев атындағы Жамбыл облыстық филармониясының әншісі Жанна Асанқұловаға сөз кезегін береміз. Құрметті оқырмандар, сіздерді қасиетті Рамазан айымен, кеше өткен қасиетті Қадір түнімен құттықтаймын. Ораза айы, Қадір түні мүбәрәк болсын, тілеген дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Мына елімізде орын алып жатқан жағдайға байланысты сіздермен тікелей жүздесудің мүмкіндігі болмай жатыр. Дегенмен де барлығымыз қашықтықтан онлайн жүйеде сіздермен жүздесіп отырмыз. Мұның өзі көңілге бір жақсы жұбаныш емес пе? Мен де осы Әділет ағам сияқты өзімді кішкене таныстырып өтсем, мен Жанна Асанқұлова 1989 жылы сәуірдің 28 жұлдызында Жамбыл облысы Жуалы ауданында Қарасаз ауылында дүниеге келгенмін. Бала кезден оқуға озат болдым, өнерге өте ғашық болдым десе болады. Міне сол бала кездегі қиял арманым, өнерге деген сүйіспеншілігім менің өміріме айналды. Қазіргі таңда сол балалық арманым менің өміріме айналып, өмірімді өнермен өрнектеп жүрмін. Сіздерге мұнда Әлия деген қыз сұрақ қойып отыр. Сізге әншілік өнер кімнен дарыған дейді? Екеуіңізге де. Әншілік өнер, жалпы адамзатқа өнер ол бір табиғаттан, тылсым күштен де дариды деп жатады. Оған да бір жағынан сенемін, және әр адамға өзінің жақындарынан, ата-бабаларынан да дариды екен. Менің өз апам әнші болған екен. Өкінішке орай мен апамның көзін көрмедім. Дегенмен де халық арасында апамның есімі Мейрамгүл болса да, ол кісіні жақсы ән айтатын болғандықтан ән тай деп атап кеткен екен. Міне сол апамның көзін көрген жандар, сен апаңа ұқсағансың, сенің даусың да апаңа ұқсайды деп мені апама ұқсатып жатады. Сондықтан да мен ойлаймын, маған әншілік өнер апамнан дарыған шығар деп. Бірақ нағашыларым да өнер жағынан кенде емес. Балбике есімді апамыз қобызда керемет ойнаған екен. Міне осындай нағашыларым мен өз жағымнан дарыған деп ойлаймын жалпы өнерді. Рахмет. Тағы да бір оқырманымыз қабылдасып отыр, Гүлжан деген. Филармонияда қанша жыл болды жұмыс атқарғаныңызға дейді? Мен қазір ғана айттым, 10-шы жылы Алатау ән би ансамбліне тұрдым жұмысқа. Сол бәрібір баласағында 12-ші жылдан бастап облыстық филармонияда әнші ретінде қызмет атқарып жатырмыз. Бағана айта кетсем, негізі өнер деген адамға жайдан жай келмейді деп ойлаймын. Бұл да қазақта айтады, қанмен беріледі деп. Менің де апам домбырамен ән айтып, күй шерткен кісі. Әкем де жалпы әнге, өнерге жақын болған кезінде осы Алатау триосында Мұхтар Ахманқұлов ағамыз, осы сол ағамызбен бірге бір курстас, бірге оқыған. Бірақ енді жағдайлармен, бірақ өнерде ешқашан қызмет жасамаған екен. Сол кездегі неге байланысты болған шығар. Жалпы сол атам жақтан келген деп ойлаймын. Гүлнар оқырман хабарласып сұрақ қойып отыр сіздерге. Өнер жолындағы жеткен жетістіктеріңіз қандай дейді? Енді өнер болғаннан кейін әрине жетістік болу керек деп ойлаймын. Адам жайдан жай өнерге келіп әнші бола бермейді. Біз енді сонау мектеп жасынан бастап осы өнерге жаңа айтпақшы ғашық болып, мен 2-ші сыныптан бастап домбырамен ән айттым. Сол кездердің өзінде әнші балапан байқауларына қатысып, сол кезде жүлдегер болып, осы мектептен кейінгі уақытта осы облыстық республикалық конкурстарға қатысып, ол кездерде жүлделі орындар, ол кезде патриоттық әндерден көп болатын.
сол патриоттық әндерде облыстық лауреат болдық. Кейінгі осы 13-ші жылы Алтынбек Қоразбаев атындағы ән жырың саған туған ел атты халықаралық ән байқауының лауреаты болдым. 2016 жылы Кенен Назарбаев атындағы Шырқа даусым байқауының дипломанты болдым. Жаңа қарай. Жалпы әдет ағамыз айтып отыр, өнер болғандықтан жетістіксіз әрине болмайды. Осы халқымызда өнер, білім бар жұттар тастан сарай салғызды деп өлеңдетіп жатамыз. Өнер мен білімді қашанда қатар қояды. Өнер де, білім де, шынымен де білімді инемен құдық қазғандай деп жатсақ, өнер де өте тынымсыз еңбекті талап ететін сала. Сондықтан да біз өнер жолын таңдағандықтан әрдайым ізденістеміз, тынымсыз еңбектеміз. Мен де әділет ағам сияқты мектеп жасынан бастап, әнші балапаннан бастап, ауылдағы клубтан бастап, одан кейін аудандық қатысқан конкурстарым жайлап өсе берді. Аудандық, облыстық деңгейде, одан кейін республикалық деңгей, одан кейін халықаралық деңгейдегі конкурстарға қатыстым. Енді мына жерде айта берсем, өте көп байқауларға қатыстым. Жалпы кез келген әншінің кәсіби деңгейін көтеретін ол конкурс деп есептеймін. Сондықтан да мен қаншама өте көп байқаулардың бас жүлделерін, бірінші орындарын байлаған жанмын, әлі де тынымсыз еңбек етудемін. 2 жеке ән кешімді бердім, авторлық әндер әрдайым іздейміз. Міне сол авторлық әндерді сіздерге әрдайым жолдап, сіздердің бағалауларыңызды, тыңдауларыңызды сұрап жатамыз. Сондықтан да бүгін әділет ағамызбен де бүгінгі кешке бірге түскеніміздің өзі бір керемет сәйкестік сияқты. Өйткені жалпы бізді осы кешке шақырған кезде бір дәстүрлі әнші, бір эстрада әншісін қонаққа шақырайық деп ниеттенген екен Жамбыл облыстық арнайы кітапханасының ұжымы. Бүгін біз әділет аға екеуміз түсіп отырмыз. Әділет аға екеуміз өнерде әріптес, Кенен Назарбаев атындағы Жамбыл облыстық филармониясында бір ұжымда жұмыс атқарғанымызбен қатар туыстық та қарым-қатынасымыз бар, ағалы қарындаспыз, жалпы туыс болып келеміз аға екеуміз. Рахмет. Жанна, сіздің жүргізуші болып және ән салғаныңыз ұнайды. Сіз қай жақтағы жоғарғы оқуын бітірдіңіз деген сұрақ қойылып отыр. Үлкен рахмет. Мен бағана да айтып жатырмын, тек әнге емес, кішкентайымыздан сабақты да жақсы оқу керек болды, әдебиетке үйір болдым. Қазақ әдебиеті, орыс әдебиетін жақсы оқыдым. Өзім құмартып оқитынмын, сондықтан шығар мүмкін тіл байлығым да әншілікпен қатар түрлі кештерді, іс-шараларды, концерттерді жүргізетін бала күнімде. Міне, содан кейін осы әншілікпен жүргізушілікте қатар келді менде. Қазіргі таңда мен ең бірінші мектепте енді жақсы аяқтап, қызыл аттестатпен аяқтап, Ахмет Яссауи атындағы халықаралық қазақ-түрік университетінде құқық және экономика негіздері мамандығын тәмамдадым. Одан кейін осы мамандығымды одан әрі толықтыру нәтижесінде құқықтану мамандығының магистры атандым. Одан кейін Тараз мемлекеттік педагогикалық институты ол кезінде институты еді, қазір университет. Міне сол жоғары оқу орнының музыкалық білім мамандығын тәмамдадым. Әлі де оқуымды тағы да ары қарай жалғастыруды көздеп отырмын. Бұл жалпы өмірде өнер, білімді ешқашан тоқтаусыз ізденісте болуымыз керек деп ойлаймын. Әділет ағамыз да осы орайда өзіңіздің оқу орындарыңызға ата кеткеніңіз жөн деп ойлаймын. Негізінен бір әнге де кезек беру керек еді. Ән айтайық. Рекіліксе, біз енді дәстүрлі ән деп келдік, эстрадный дедік. Сұхбат жалғаса берер, біз енді бір әнмен жанынан өзім бауырымбек қарындасым болған. Бір жақсы ән орындап берейін. Біз енді Кенен Назарбаев деп
жұмыс орнымыз аталғандықтан Кенен атамыздың әнінен бастайын. Кенен Әзірбаев атамыздың бастау әнін сіздерге тартып өтемін. Отырып айта бересің, рұқсат шығар. Отырып айта берейін бе? Естілетін шығар? Енді бағана Жаннаның аға деп отқан оның тынымсыз еңбегінің арқасында Жанна бізде негізі жалпы басы озды десек болады. Жаннада мен енді клип деп жатыр, клипім бар маған шүкір. 2018 жылы осындай сәуір мамыр айlarında Мақтанышым отаным деген Қасқырбай Марбатыр ағамыздың әнімен сөзіне жазылған әнге клип түсіргеніміз бар. Сол жылы күзде қараша айының 14-інде өзімнің жеке ән кешімді бердім. Сол әннің атымен Мақтанышым отаным деп. Аға асыра мақтадыңыз, үлкен рахмет. Біздің жалпы Кенен Әзірбаев атындағы Жамбыл облыстық филармониясының барлық өнерпаздарының өнердегі жетістіктерін санасақ таңымыз атып күніміз батпайды. Барлығы тынымсыз еңбек етуде, барлығы әрине өнердің, еңбектің арқасында келеді емес пе? Мен де осы уақытқа дейін біраз авторлық әндер жинастырдым, жаңа айттым, 2 ән кеш бердім. Бірақ әзірге бейнеклип түсірудің сәті түспей жатыр, бірақ жоспарда бар. Алла бұйыртса түсіріп жатсақ, әрине бірінші кезекте құрметті қадірменді көрермендер сіздерге ұсынып, сүйіншісін сіздерден сұрай жатармыз. Уақыт қашанда тығыз емес пе, сондықтан да уақыттың бір сәттің келмей жатқандығы болып тұр. Дегенмен де алдағы уақытта жоспарда бар. Енді осы сәтте бір ән орындап берсек қалай қарайсыздар? Бір әнді, бүгінгі әнімді тақырыптық әннен бастасам деп отырмын. Өздеріңіз сияқты барлық мәдени ошақтар, біздің Кенен Әзірбаев атындағы Жамбыл облыстық филармониясында, елімізде жарияланған
төтенше жағдайға байланысты қашықтықтан онлайн жүйеде жұмыс жасап жатыр, концерттерімізді беріп жатырмыз, түрлі іс-шараларымызды челлендж жолдап жатырмыз, видеолар жолдап жатырмыз. Міне бүгін де сіздер осындай бір тамаша іс-шара өткізіп отырсыздар. Қазіргі шырқалатын ән ұлы жеңістің 75 жылдығына арналады. Өнердегі ұстазым, әнші сазгер Жандос Омаровтың әні Думанбек Нұрболат Сатынқұловтың сөзіне жазылған. Қабыл алыңыздар ендеше, тұрып орындап берейін. Өткен күндер жұлдыздай құлап құрдымға, өткен күндер есін көзден сағуда, өткен күндер көзіне көрген өмірдің кешегі тарих жеңісі, тәуелсіз күні бүгінгі. Үлкен рахмет. Рахмет сізге, Жанна Сақұлова. Көрермендеріміздің көңілін көтеріп өлең айтқаныңызға. Сіздерге тағы сұрақ қойылып отыр. Жамбыл өңіріндегі көп дәстүрлі әншілер шыққан. Сәуле апайдан бастап сіз кімді бір тұтасыз дәстүрлі әншілерден? Екінші, әншілер негізгі отбасын жасырады. Сіздерге отбасы туралы айта кетсеңіздер деген сұрақтар қойылып отыр. Сұрақтарыңыз ауыр екен десем. Жалпы Жамбыл өңірі кейін әулиеата мекені. Бұл өнер адамдарының жалпы кем емес па, көп деген өнердің майтындары шыққан. Сәуле Жанкейісова апеміз өзіміздің басшы болды. Осында бір ұстамыз десек болады. Ол сен әншінің әншісі деген атқа лайық кісі.
Ал енді өзімнің арнайы осы облыстан шыққан осы дәстүрлі ән өнер мектебінен пір тұтатыным Дүйсенбек Өмірәлиев деген ағамыз бар. Өте талантты әнші, ұстазы ол кісінің басы. Ол кісінің айтатыны бар, менің ұстаз деген жалпы көп қой енді бәрі. Бағына байқауларға барғанда менің ешқандай шәкіртім жүлдесіз қайтқан емес деген сөзі бар. Ол кісі бізге де мастер класс өткізді, тынбай үйретуден жалықпай. Қай уақытта болсын, аға мына жерін білмей жатыр, аға мына жері келмей жатыр десеңіз, ешқашан бетіңізді қайтармайды. Ертең кеші, болмаса көрсегіні кеші демейді. Отырар сөйге көрсетіп, бізге көрсетіп отыратын. Жалпы Дүйсенбек ағамыз ғой, бағана енді жаңа мен кішігірім айта кетейінші. Отбасы жайлы дейді, отбасымыз Аллаға шүкір. Отбасында 2 қыз, 1 ұл тәрбиелеп отқан жайымыз бар. Аллаға шүкір, жасырмаймыз. Жаңа кімді пұштатасыз? Мен саған сұрақ қояйын. Бойымызға қазақтылық, қазақилық, қазағымыздың халық әндері, дәстүрлі әндер ол қанымызбен келген нәрсе емес пе? Сондықтан да мен де эстрадалық әнші болсам да, ең бірінші кезекте қазағымыздың халық әндерін, дәстүрлі әндерді сүйіп тыңдаймын. Өйткені біз қашанда қазақпыз, қазақтығымызды, өзіміздің дәстүрлі өнерімізді ұмытпауымыз керек деп есептеймін. Мен дәстүрлі өнер әлемінде ірі майталмандарды, ірі тұлғаларымыздың барлығын сүйіп тыңдаймын. Міне жаңа ағамыз айтып жатыр, Дүйсенбек ағамыз қандай керемет әрі ұстаз, әрі дәстүрлі әнші. Айта берсек, шынымен өте көп біздің қазақ дәстүрлі өнеріне еңбегі сіңіп жатқан ұстаздар, әншілер көп. Біздің Кенен Әзірбаев атындағы Жамбыл облыстық филармониясында да мықты дәстүрлі әншілер бар. Міне ол кісілерді өздеріңіз тамашалап, тыңдап жүрсіздер. Мен әрдайым қазақ өнерін өздеріңіз сияқты құрметтеп, сыйлап, Әдет ағамызды мінекей сүйіп тыңдаймын. Сіздерді өткен 15 мамыр отбасы күні болды. Отбасы күні мен шын жүректен тағы да құттықтап өтейін. Әр отбасында тек қана жақсылық, бақ, береке, амандық болсын. Менің де отбасым бар, жолдасым бар. Жолдасым да өзім сияқты өнер жолында Кенен Әзірбаев атындағы Жамбыл облыстық филармониясында қазақ ұлт аспаптар оркестрінің мүшесі, қобыз аспабында ойнайды. Сол саланың маманы, оқуында сол салада тамамдаған және әнді де жақсы салады. Қазіргі таңда дуэт болып та сіздерге әндерімізді ұсынып жүрміз, алдағы уақытта да ұсынамыз. Міне біздің отбасыларымыз осындай. Рахмет. Мен өзімнің сіздерге сұрағымды қояйын деп едім. Өнер адам ретінде төтенше жағдай кезінде халықтан көңіл ашу үшін онлайн түрінде қандай іс-шаралар жасадыңыздар? Және әлеуметтік желілер арқылы онлайн жұмыстар ары қарай жалғасады ма? Иә, біз қашықтықтан мынау осы қазір Аллаға шүкір әлеуметтік дамып жатқан уақыт ғой қазір. Біз осы Инстаграм желісінде біз біргеміз деген ұранмен осындай әндер айтып жатырмыз. Егер де көрсеңіздер, біздің парақшаларымыз бар. Жамбыл облыстық филармониясының уже бір жарым айдың көлемі болды. Күнде бір өнер адамы, өнерпаз өзінің онлайн концертін береді. Күнде. Егер де болып жатса мүмкіндіктеріңіз, бүгін сағат 9-да ғой деймін жаңа. Бүгін 9-да Азамат Әлмерек деген бауырымыздың онлайн концерті болады. Бұл айдың аяғына дейін. Бұл наурыздың аяғында басталған шара екен осындай онлайн концерт. Сіздің концертіңіз қашан болады? Менің концертім Алла қаласа 26 мамыр күні болады. Онлайн концерт. Біз біргеміз деген.
жалпы әлемде болып жатқан, елімізде болып жатқан жағдай ол әр қайсымызға да әсер етпей қойған жоқ. Біз өнер адам болғандықтан бізге тіптен жүрегімізге жақын қабылдаймыз ғой. Бізге де эмоционалды тұрғыда жалпы жүрегімізге өте қатты әсер етті десек артық айтқандығымыз емес. Міне, төтенше жағдай жарияланғаннан бастап біз үйде отырып, сақтық шараларын сақтай отырып, үйде онлайн түрде концерттер бердік, видеолар түсірдік, челлендждер жолдадық, күнде тынымсыз еңбек етіп жатырмыз мүмкіндігімізше. Оны сіздерге, қадірменді көрермендер, жолдап жатырмыз. Мұның барлығы да бір-бірімізді мына тікелей жүздесу болмаса да, әлеуметтік желі болсын, бір-бірімізге кішкене болса да, осындай қиын жағдайда демеу болу мақсатында. Сондықтан да біз біргеміз деген Боран шынымен де жақсы сияқты жұмыла көтерген жүк жеңіл дейді. Бірге болсақ, мұндай да қиындықты еңсереміз деген ойдамын. Рахмет. Сіздерге тағы да сұрақ қойылып жатыр. Қандай әнге дуэт боласыздар дейді. Қандай әнге дуэт боласыздар дейді. Дуэттер ма? Енді жалпы дәстүрлі әнде дуэт деген онша келе бермейді енді дәстүрлі. Енді мен эстрадамен де айтатын негізі. Менің ең алғашқы дуэтім осы республикаға танымал, мен қазір өнердегі ағам, өкіл әкем, өнердегі әкем десем болады, Сәрсенбек Бәкіровтен айтқан дуэтім еді, Махаббат назы деген әніне ағамыздың. Одан кейінгі дуэттер, енді мұнда осы концертінде болды мен негізі дуэт, мен жеке әншейін, жеке дуэт Индира Барасылхан әпкемізбен айтқан дуэтім бар, халық әні Балапан Қазға. Және Оңал Азаматова әпкемізбен халық әні Қойлауыл деген Қытай қазақтарының халық әндері екен, сол әнмен айтқан дуэтіміз бар. Осылай? Рахмет. Сіздерге оқырмандарымыз жыл лебіздерін білдіріп жатыр. Керемет, өнерлеріңіз өрге басып деп жатыр. Тағы да бір сұрақ қойсам, қоғамдағы мәдениет, өнер адамдарына деген мемлекеттің көңіл бөлуіне сіздердің көңілдеріңіз тола ма? Ең бірінші кезекте, міне бүгін 20 мамыр, ертең 21 мамыр, 21 мамыр мәдениет және өнер қызметкерлерінің күні. Біздің мерекеміз бірінші кезекте жанында отырған сіз аға, сондықтан да мерекеңіз құтты болсын келе жатқан. Рахмет. Және осы Жамбыл облыстық арнайы кітапхана ұжымын да келе жатқан мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтай отырып, сіздерге де шығармашылық табыстар тілейміз. Келіп міне сіздерді жаңа жақсы жаңалықтар естіп жатырмыз. Бедерлі, нүктелі арнайы сіздерде кітаптар шығады екен, біздің арнайы оқырмандарымызға арналған. Бұның өзі керемет жаңалық. Біздің оқырмандарымызға жасап жатқан жақсы мүмкіншілік деп білеміз. Сондықтан да сіздерге әрдайым шығармашылық табыстар тілейміз. Ал осы сәтті пайдалана отырып, барша қазақстандық, жамбылдық, менің жерлестерім жуалық, мәдениет және өнер қызметкерлерін келе жатқан кәсіби мерекелермен шын жүректен құттықтаймын. Өнер атты кемеде барлығымыз бірге жүзіп жүрміз, сондықтан да желкеніміз тек биікте желбіресін. Сіздерге шығармашылық табыстар тілеймін. Ал мәдениет және өнер қызметкерлеріне жасалып жатқан мемлекет тарапынан қамқорлықтарға, мүмкіншіліктерге менің көңілім толады. Неге десеңіздер, біздің мемлекетімізде жылдан жылға тай-тай басып, қарыштап дамып келе жатқан жоқ па? Соған байланысты әр салаға да жылдан жылға жақсы көңіл бөлінуде. Мысалы, ұстаздардың да мәртебесі жылдан жылға артуда, жалақылары жоғарылатылуда. Сол сияқты біздің де биыл 2020 жылдан бастап біздің де жалақымыз шамалы жоғарылады. Әрине, кез келген нәрсеге біз бірінші кезекте қанағат етуіміз керек, шүкіршілік етуіміз керек. Сондықтан да қазіргі
тіршілігімізге, тыныс тіршілігімізге тәуба дейміз, шүкір дейміз. Мемлекет тарапынан жасалып жатқан қамқорлыққа, мүмкіншілікке, жағдайға алғыс айтудан басқа айтарымыз жоқ. Оқырмандар рахметтерін айтып, сіздердің әрқашанда биіктерден көріне берулеріңізге тілектестіктерін білдіріп жатыр және сіздердің ән айтып берулеріңізді сұрап жатыр. Біз енді Қазақстанның өзі осы өнер саласы емес, жалпы Қазақстанда мысалы батыс өңірде батыстың әншілері бар, қиылшылықтарда олар төгіл дәстүрлі әндер. Шығысқа Алтай деп жатамыз. Орталықтың өзін арқа деп, мынау Қызылорданың өзін бір мектеп, сыр мектебі деп жатады. Орталықта мысалы арқаның небір жансал ақындар өткен. Біз енді мынау Жетісу өңірі біздің енді саламыз. Жалпы біз Жетісудың әндерін айтамыз. Сол Жетісудың ішінде осы Кенен атамыз көш бастап тұрса, сол кісіден кейінгі өзіміз сол кісінің әндерін айтамыз. Қапез Байғабыл ұлы ағамыздың үш меркі деген ән тартып өтейік, қабыл алыңыздар. Біздің ауыл шырайлы ағым, тоғыз бұлақ семірген, ей тұрылмайдай, ол өгіз құлағай. Кейбір жаман тамшыға ағым, жете алмайды-ау дәметіп, ей жаратқаннан, ол теңіз сұрабай. Ағым, орта меркі шетберді, меркі қарқара кегенменен, ол жердің көргай. Білім алдым Истанбул ағым, қаласында қазақтың, ей тәлім бердім, ол баласына. Өлгеннен соң құр жолар ағым, тірісінде кім жетер, ей азаматтың, ол бағасына. Ағым, орта меркі шетберді, меркі қарқара кегенменен, ол жердің көргайы. Орта меркі шетберді, меркі қарқара кегенменен, ол жердің көргайы. Ол жердің көргайы. Керемет деп жатыр. Менің туған жерім деп жазып жатыр. Рахмет сізге деп. Үлкен рахмет. Арасында ән салып те сіздердің көңілдеріңізді аулай отырайық. Ендеше қазіргі шырқалатын әнді мен бізді осындай кішкентай экранның артынан тамашалап отырған аналарымыздың құрметіне Александр Зацепиннің әні «Абзал ана», қабыл алыңыздар аналар. Сол жаңа. Солған шәулем көзде тонып, ана деп ән салам. Жүрегім мейлі жүзге толып, бөбекпін мен саған. Ана, мәңгі дос сен ғана. Абзал ана, көңілім кең дала, дарасың сен маған, дарасың сен маған.
Рахмет. Сіздерде керемет әншілеріміз көп болсын дейді. Тамаша аналарымызға мың алғыс. Керемет ән, керемет орындау деп жатырсыз. Рахмет, үлкен рахмет. Әділе, сізден бір ән сұрап жатырмыз. Мынау істемей қалды ғой. Микрофон, я батареясы бағызып, Бағана айттым ғой, Алтынбек Оразбаев ағамызды. Енді осы Жетісу өңірінде өзінің өнердегі өрнегі бар үлкен бабаларымыз кенен деп жатыр. Қазір қапезді айттық, Жетісуден шыққан. Соның бірін олардың ісін басқан Алтынбек Оразбаев ағамыздың жайлауын қандай тамаша деген әнін айтып берейін. Бұлағы қандай жайлаудың, бұлағы қандай шытамын мөлдір кәусәрін, құман қандай ой жайлау. Сұлулық шіркінін тартады өзіңе қарай, сол жақта менің сырғалы сыңарым бардай ой жайлау. Мөлдірден мөлдір бұлаң, сыдырда сыдыр тұрам, күмбірде күмбір домбыра, жайлауым осы шырағым, жайлауым осы шырағым. Ауасы қандай жайлаудың, ауасы қандай көңілге шипа жүрекке, дауасы бардай ой жайлау. Бұршағы қандай жауыны, дауылы қандай жусаны қандай шіркін ай, жуасы қандай ой жайлау. Желбірде желбір тұлын, желге байлап тұлын, қос өрім мерке бұрым, жайлауым осы сұлуым, жайлауым осы сұлуым. Мөлдірден мөлдір бұлаң, сыдырда сыдыр тұрам, күмбірде күмбір домбыра, жайлауым осы шырағым, жайлауым осы шырағым. Рахмет сіздерге көп-көп. Бүгінгі онлайн кездесуге келіп, оқырмандармен сұхбаттаса отырып, өнер көрсеткендеріңізге үлкен рахмет. Рахмет сіздерге. Дәстүрлі өнеріміздің көп бола берсін дейміз. Сіздерге шығармашылық табыстарыңызды қуанта беріңіздер халқымызды. Баршаңызға зор денсаулық, бақыт, отбасыларыңызға береке тілейміз. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар. үлкен рахмет. Көп рахмет. Уақыт болып қалма.